Сәлем достар, сіздерге бүгін қызыл чечевицадан дайындалатын дәмі ерекше котлеттің рецептімен бөлісемін. Ол үшін ең алдымен 450 грамм чечевицаға жылы су құйып 2-2,5 сағатқа қалдырамыз. 2 сағат өткеннен кейін чечевица ісініп жібиді. Үлкенде ыдысқа салып, блендердің көмегімен езіп, пюре жасаймыз. Пюренің үстіне 2 кішірек немесе 1 үлкен картопты теркіден өткізіп, суынан сығып саламыз. Дәл солай 1 үлкен пиязымызды саламыз. Укроп, петрушканы майдалап турап саламыз. Татымына қарай қара бұрыш, паприка, тұз саламыз. Және 1 ас қасық томат саламыз. Лопатканың көмегімен жақсылап 1 келкі масса болғанша араластырамыз. Қасықтың көмегімен қызып тұрған майға котлеттерімізді салып, өзімізге ыңғайлы формаға келтіріп, 2 жағы қызарғанша қуырып аламыз. Дайын болған котлеттерімізді қаймақпен ұсынамыз. Жақындарыңызға жасап қуантыңыз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Ас болсын!